Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Технология және оқыту әдістемесі пәнінен ересек және мектеп алды даярлық топтарында құрастыру тақырыбындағы лекцияны назарларыңызға ұсынамын. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ересек және мектеп алды даярлық топтарындағы құрастырудың білім беру, дамытушылық, тәрбиелік міндеттермен таныстыру, оқыту ерекшеліктері туралы білім беру. Сабағымыздың жоспары: бірінші қаралатын мәселе ересек тобында құрастырудың білім беру, дамытушылық, тәрбиелік міндеттері және оқыту ерекшеліктері. Екінші, мектеп алды даярлық тобындағы құрастырудың білім беру, дамытушылық, тәрбиелік міндеттері және оқыту ерекшеліктері. Құрастыру іс-әрекет дегеніміз бұл өзінің функционалдық қызметіне сәйкес бұрыннан ойластырылған, белгілі бір нақты өнім алуға бағытталған практикалық іс-әрекет екенін сіздер білесіздер. Өткен тақырыптарымызда біз құрастырудың кіші және ортаң тобындағы білім беруінің ерекшеліктерімен тоқталған болатынбыз. Енді бүгін біз ересек және мектеп алды даярлық топтарындағы құрастырудың міндеттеріне тоқталатын боламыз. Ең алғашқы құрастыру тобындағы ересектер тобындағы құрастыру білім беру міндеттеріне мыналар жатады. Құрастыру процесінде олардың қасиеттері мен мәнелі мүмкіндіктерін ескере отырып, құрастыру үшін әртүрлі материалдармен жұмыс істей білуді бекіту. Екінші, құрылыс жиынтықтарынан құрамына кіретін әртүрлі көлемде геометриялық денелерді және сәулет түрлерін бөлу, атау, жіктеу білігін бекіту. Үшінші, конструктивтік бейнелердің мәнін ашатын, әртүрлі композицияларды пайдалана отырып, кеңістікте әртүрлі геометриялық денелерді орналастыруға үйрету. Төртінші, құрастыру барысында сюжетті композицияларды жасауға үйрету. Бесінші, геометриялық пішіндерді бір-бірімен және қоршаған өмір объектілерімен салыстыруға үйрету. Алтыншы, конструктивтік іс-әрекет барысында әртүрлі әдістер мен техниканы қолдануға үйрету. Жетінші, бөлшектерді қосымша материалдар, яғни ермексаз, екі жақты скотч, желім, сіріңкелер арқылы біріктіруге үйрету болып табылады. Ересектер тобында құрастырудың дамытушылық міндеттеріне мыналар жатады. Бірінші, композициялық заңдылықтарды меңгеруге ықпал ету. Екінші, көрнекі әрекетті және көрнекі бейнелі ойлауды, қиялды, зейінді, есте сақтауды дамытуды жалғастыру. Үшінші, конструктивтік іскерліктерді бекіту, бөлшектерді әртүрлі бағытта, әртүрлі жазықта орналастыру, бөлшектерді біріктіру, құрылыстарды схемалармен сәйкестендіру, біріктірудің барабар тәсілдерін таңдау. Төртінші, баланың сөздік қорын арнайы ұғымдармен бекіту және кеңейту. Пропорция, масштаб, фактура, пластика деген сынды. Ересектер тобында құрастырудың тәрбиелік міндеттеріне мыналар жатады. Жаттығулар барысында педагогтың сөздік нұсқауларын басшылыққа алуға тәрбиелеу. Екінші, сәулет туындыларына, дизайнға, өзінің конструктивті қызметінің өнімдеріне және басқалардың бұйымдарына эстетикалық көзқарасқа тәрбиелеу. Ересектер тобында құрастырудың оқыту ерекшеліктері мыналарды көздейді. Ересек топта балалар өздерінің конструктивтік біліктерін бекітеді. Осы жаста балалар педагог ұсынған жоспар бойынша әрекет етуді ғана емес, сонымен қатар болашақ құрылыстың орындалу кезеңдерін өз бетінше анықтауды үйренеді. Бұл оқу қызметін қалыптастырудағы маңызды фактор болып табылады. Балалар құрылысты немесе бұйымды құрастыра отырып, қандай болатындығын ойластырады және қандай ретпен орындауды алдын ала жоспарлап отырады. Қағазбен және картонмен жұмыс істеу барысында балалар қарапайым және күрделі иілу түрлерін қолдана отырып, әртүрлі бағытта қағаздан бүгуді үйренеді. Өз мүмкіндіктерінің арқасында конструктивтік іс-әрекет балаларды сәулет өнері сияқты өнер мен іс жүзінде таныстыруға мүмкіндік береді. Ересек топта балалар жекелеген архитектуралық формаларды оқып қана қоймай, түрлі стильдермен танысады. Бұл бейнелеу шығармашылығының басқа түрлеріне де оң әсер етеді. Бұл жағдайда конструктивтік іс-әрекет эстетикалық сезімдерді тәрбиелеу үшін үлкен маңызға ие. Мектеп алды даярлық тобында құрастырудың білім беру міндеттеріне мыналар жатады. Құрастыру процесінде олардың қасиеттері мен мәнелі мүмкіндіктерін ескере отырып, құрастыру үшін әртүрлі материалдармен жұмыс істей білуді жетілдіру. Екінші, құрылыс жинақтарының құрамына кіретін әртүрлі көлемде геометриялық денелерді және сәулет түрлерін бөлу, атау, бекіту, жіктеу білігін бекіту. Көлемді құрылымдарды жасаушы композицияның әртүрлі түрлерін қолдана білуді бекіту. Төртінші, сюжетті конструктивтік бейнелерді жасай білуін бекіту. Конструктивтік бейнені жасау барысында түрлі әдістер мен техниканы қолдана білуді жетілдіру.
сөздік нұсқаулық, сипаттама, шарттар, схема бойынша конструкцияны құруды үйрету. Конструктивтік бейненің бөлшектерін берік және тұрақты етіп жалғаудың барабар тәсілдерін таңдау білігін бекіту. Дайын үлгілер, сызбалар бойынша жұмыс істеуге үйрету. Мектепалды даярлық тобында құрастырудың дамытушылық міндеттерін алаштады. Құрастыру процесінде композициялық заңдылықтарды қолдана білуді бекіту. Масштаб, пропорция, көлем, пластикасы, фактура, динамика. Көрнекі заттық және көрнекі бейнелеу ойлауды, қиялды, зейінді, есте сақтауды дамытуды жалғастыру. Өз қызметін жоспарлай білуді жетілдіру. Бала сөздігін арнайы ұғымдармен бекіту және кеңейту. Мектепалды даярлық тобында құрастырудың тәрбиелік міндеттеріне мыналар жатады. Сәулет туындыларына, дизайнға, өзінің конструктивті қызметінің өнімдеріне және басқалардың бұйымдарына эстетикалық қатынасқа тәрбиелеу. Әртүрлі материалдармен және құралдармен жұмыс істеу кезінде ұқыптылыққа тәрбиелеу. Қайшымен жұмыс жасау дағдыларын жетілдіру, бірлесіп ұжымдық жұмыс істей білуге тәрбиелеу. Мектепалды даярлық тобындағы құрастырудың оқыту ерекшеліктері мыналар. Мектепалды даярлық тобы балалары тәрбиешінің басшылығымен жаңа тәсілдерді меңгереді. Суреттер, сызбалар бойынша әртүрлі қозғалмалы құрылымдарды жасауға үйренеді. Бұл ретте балалардың гайка және гайка кілттерінің көмегімен бөлшектерді біріктіре білуіне ерекше назар аударылады. Себебі бұл мектепке дейінгі баланың әлі жетілмеген ұсақ қолбұлшық етінің қатысуына ықпал етеді. Құрылыс материалдары мен конструкторлар бірден емес, біртіндеп балалардың игеруіне қарай беріледі. Қосымша құрал ретінде біз ине, сым қолдану мүмкін. Алайда тіпті мектепке дейінгі ересек балалар үшін де осы құралдармен жұмыс істеу ерекшеліктері бойынша нұсқаулық жүргізу, сондай-ақ барлық жұмыс процесіне бақылау қажет. Осы тақырып бойынша үй тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Үлгілік оқу бағдарламасын басшылыққа ала отырып, жас топтарындағы, яғни ересек мектепалды даярлық топтарындағы құрастыру ұйымдастырылған оқу қызметінің күтілетін нәтижелерін кестеге толтыру. Екінші тапсырма. Дамыту материалдарын немесе акті жабдықтарын пайдалана отырып, ересек мектепалды даярлық топтарында құрастыру ұйымдастырылған оқу қызметін әзірлеу. Осымен бүгінгі біздің лекциямыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.